Армысыздар, жұлдыз жорамал арнасының көрермендері. Назарларыңызға астролог мамандардың маусым айына сіздерге арнап жасаған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Сізді қандай жаңалықтар күтіп тұр? Қай бағытта жылжып, қандай жоспарлар құрғаныңыз дұрыс? Неден сақтанып, нені баста назарда ұстанған жөн? Астролог мамандардың болжамына назар аударыңыздар. Тоқтыларды керемет бір ай күтіп тұр. Жаздың биік шыңында ең батыл махаббат тастандарына еніп кету қуанышы бар. Сезімдерге қарсы тұрудың қажеті жоқ. Махаббат көңіл күйі сіз үшін жомарт, қуат пен шабыт көзіне айналады. Басты айналдыратын мерекелік романс қызық көрінеді, бірақ дәл қазір сізге жылдан байланыстар қажет пе? Өзіңізге уақыт бөліңіз, үйлесімділік табыңыз. Қазір кез келген құмарлықтан гөрі тыныштық маңызды. Эмоциялар қызып тұрған кезде сізді оттан құтқаратын басты құтқаруыңыз салқын ақыл. Қатынастардағы жарылыс, қақтығыстарынан аулақ болыңыз. Егер сіздің мәртебеңіз белсенді іздеуде болса, танысу қосымшаларының басына бас сұғуға асықпаңыз. Барлығын басқаруға тырыспаңыз, тек ағысқа сеніңіз. Егер сіз жағдайды босатып, жақсы нәрселер туралы ойлана бастасаңыз, оң өзгерістер көп күттіртпейді. Жеке өміріңіздегі күтпеген сценарийлерге дайын болыңыз. Жаңа эмоциялар мен күш-қуаттан ләззат алыңыз. Осы жазда күн сияқты жарқырайсыз, шексіз жылылықты сезесіз, адамдарды өзіңізге тартасыз. Сондықтан жанкүйерлер тізіміне комплименттер мен толықтырулар дайындаңыз. Бірақ сіз өз-өзіңіздің басты жанкүйеріңіз болуыңыз керек екенін ұмытпаңыз. Сіз жұмысты да, қарым-қатынасты да басқаруға тырысасыз ба? Мүмкін сіздің жеке өміріңізде өзіңіздің қолыңызды босатып, серіктесіңізге сенуіңіз керек шығар. Жұлдыздар айтады, егер бәрін басқаруды тоқтатсаңыз, қарым-қатынастан әлде қайда рахат ала бастайсыз. Байқап көріңіз, сізге ұнау керек. Қулықтың қазір сізге қажеті жоқ. Серіктесіңізбен ашықтық пен адалдық бұл қарым-қатынасыңызды келесі деңгейге көтеруге мүмкіндік береді. Егер жан серігіңізді іздесеңіз, сіздің пәктігіңіз талай мырзалардың жүректерін жаулап алуға көмектеседі. Бас айналдыратын романс? Неге жоқ? Жаздың басында болмаса қашан? Махаббаттың өткінші қызық күндері түрінде абайсыздыққа барасыз. Оның үстіне ғашық болу сізге жетіспейтін шабыттың кең бөлігін береді. Маусым сіз үшін керемет. Ай бойы сіздің сезімдеріңіз қызып кетеді. Ал жағымды толқудың себебі тек бас айналдыратын күндер ғана емес, сонымен қатар батыл жұмыс жобалары болады. Махаббат пен жұмыс сіз үшін бұл жазда күтпеген, бірақ өте перспективалы дуэт болады. Жоқ, қазір сізге қайғыға толы мерекелік роман түрінде күн соққысы мүлдем қажет емес. Қарым-қатынасыңыздан тыныштықты іздеңіз. Жеке өмірдегі үйлесімділік сізге демалуға және жаңа күшпен толығуға мүмкіндік береді. Self-love бұл сіздің келесі айдағы хэштегіңіз. Күн сайын өз-өзіңізді сүюге машықтаныңыз және өзіңізбен қарым-қатынас орнатуды үйреніңіз. Өзіңізге сенімді болып, өзіңізді бағалайтын болсаңыз, армандаған жеке өміріңізді құра аласыз. Егер сіз ашылсаңыз, маусым айы өте жақсы болады. Бағдарламада жаңа таныстар, оның жеке өміріндегі жаңа сюжеттік бұрылыстар және ең жағымды тосынсыйлар бар. Әлемге сеніңіз, сонда ол сізге бағалы сыйлықтар береді. Маусым айына арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыз жорамал арнасына жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жұлдыздарыңыз оңынан тосын.